Қауымдастықтарымыздың өркендеуі біздің қолымызда, және біз бірлесіп күш салу арқылы әлемді жақсы жаққа өзгерте аламыз. Бүгін біз жергілікті бастамашыл топтардың күшімен Атырау қаласында 30 шағын жобаны іске асырған қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасының жетістіктері туралы баяндаймыз. Атырауда 2 ойын және спорт алаңының ашылу салтанаты Мұхтар Әуезов даңғылының бойында орналасқан нөмірі 52 және 52Б көп қабатты үйлерде тұратындар қоғамдық кеңістіктер атты әлеуметтік жобаның аясында балаларға арнап ойын алаңын салды. Қысқа толып жатқан алаңда қазір ауыл балалары емін-еркін ойнап бос уақыттарын өткізіп жүр. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті Атырау қаласының тұрғындары және қонақтары. 10 қыркүйек күні қаламызда 5 ойын алаңының ашылу салтанаты өткен болатын. Қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы Атырау қаласында 1-ші жыл іске асырылды. Балаларға арналған ойын алаңдары 18 жоба, футбол алаңдары 4 жоба, спорт кешендері 4 жоба, көше жарығы 1 жоба және демалыс орындары 3 жоба. Такой уникальный проект, что объединяет людей, детей, воспитывает. Здесь после дети такие уже более бережнее относятся к имуществу, к чистоте. Было, конечно, первое время сложновато, трудно, но мы все это преодолели. И так как в этом году президентом страны объявлен годом ребенка, мы вдвойне рады, что подарили своим детишкам такую радость. Алғысымды Теңге Шевройл компаниясына айтамын. Көп-көп рахмет, осындай проект жасап, бізге қала тұрғындарына осындай көмек бергендеріне. Екіншіден, Фетса қорына көп-көп рахмет айтамын. Осы ұйымдастырушылық қызметтерін атқарғандарына. Представители фонда Евразии Центральной Азии помогали нам, проводили тренинги, учили нас, как сделать проект, как составить бюджет. Мы очень благодарны компании Тенге Шевройл за предоставленную возможность. И хотим выразить огромную благодарность нашим детишкам, нашим ребятам, которые принимали активнейшее участие в нашем проекте. Оны жылдай мусор болды, осыған не істеймін деп жүргенде, мына сіздердің программасы қоғамдық бірлестіктердің қатысып, содан жаңағы гранттан ұтып алып. Нашей команде удалось благополучно реализовать успешно эти 2 задуманных проекта. Хотелось бы обратиться к жителям города Атырау. Мечтайте, дерзайте, творите. Эта программа – отличная возможность реализовать ваши мечты в реальность. Өткізілген іс-шаралар, офлайн тренингтар мен семинарлар саны 12, онлайн консультациялар 147, тренинг қатысушылары 113, барлығы 58 өтінім келіп түсті, іске асырылғандары 30. Жоба қатысушылары 585, әкімдік өкілдері 6, бенефициарлар саны 8130, қауымдастық үлесі 29 миллион теңге. Қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы Орталық Азияның Еуразия қорын бастамасымен Тенге Шевройл компаниясының серіктестікте және қаржылай қолдауымен жергілікті тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін үкімет пен бизнес өкілдерімен бірлесе отырып, белсенділер мен тұрғындарды қоғамдық инфрақұрылымды жетілдіру үрдісіне жұмылдыру, әрбір тұрғынның өз елінің дамуына, гүлденуіне жауапты екендігін және оған бірлесіп күш салу арқылы қол жеткізуге болатындығын түсіндіру мақсатында басталды. Мақсатқа жету үшін жоба командасы өз алдына бірнеше міндеттер қойды. Жергілікті халықтың назарын өз қауымдастықтарындағы проблемаларды шешуге аудару, жергілікті халықты жобаларды әзірлеу мен жобалауға үйрету, жергілікті биліктің қолдауымен белсенділер, еріктілер мен азаматтар жергілікті инфрақұрылымды жақсарту бойынша жобаларды іске асыру.
Көтерілген мәселелерді шешу үшін және қауымдастық белсенділері мен тұрғындарды ынталандыру үшін белгілі бір білім, жаңа дағдылар, инновациялық тәсілдер мен нақты механизмдер қажет. Жоба аясында қауымдастықты жұмылдыру семинар-тренингтер өткізіліп, елді мекен инфрақұрылымының нақты проблемалары анықталды. Нәтижесінде жоба идеясын жергілікті белсенділер де, жергілікті әкімдік өкілдері де түсініп, толығымен қолдау танытты. Осындай бағдарламаның арқасында осылай аулалар көркейіп жатыр міне былай. Сондықтан менің ойымша бұл бағдарлама керек, жалпы жалғастыру керек. Мына қаланың көркеюіне себепті болады деп санаймын. Біртіндеп ойын алаңдары, спорттық алаңдар іске қосыла бастадық. Осы компаниямен, Тұшо компаниясымен және Евразия қоғамдық қорымен бірлесіп алға қарай да жұмыс жасаймыз деп сенеміз. Келесі жылда осы жобаларды ары қарай жалғастырамыз деп сенеміз. We've already implemented 17 out of 32 here in Atrao City, and I'm really happy to see the smiling faces, the happy families benefiting from these public spaces. Амчам Awards гала кешінде Орталық Азияның Еуразия қорының бастамасымен Теңіз Шеврол серіктестікте және қаржылай қолдауымен 4 жыл бойы іске асырылып келе жатқан қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік бағдарламасы ең үздік деп танылып, қоғамдық жұмыстар номинациясымен марапатталды. Сөз соңында шағын жобаларға қатысушылардың және барлық тұрғындардың атынан біз Теңіз Шеврол жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне әлеуметтік жобаларды қолдағаны үшін жергілікті белсенділердің керемет идеяларын іске асырудағы түсіністік пен сенім танытып және қаржылық қолдау үшін алғыс айтамыз. Теңіз Шеврол компаниясына ары қарай өсіп өркендеп, жаңа табыстар мен жетістіктерге жете беруді тілейміз.